Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге балалық шақтың бал дәмі лакомка жасап көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен бізге жылы сүт, тұзымыз қажет болады. Үстінен дрожжымызды саламыз. Барлық қажетті затты описание бөліміне жазып қоятын боламын. Енді үстіне қантымызды салып, барлығын бірден сала беруге болады. Ары қарай бөлме температурасында тұрған майымызды саламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қолдың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Қажетті затты описанияға жазып өтетін боламын. Ол жақтағы ұнның мөлшері көп дейтін болсаңыздар, жұмсақ болғанын қаласаңыздар, осы граммен де жұмсақ болады, бірақ сәл тығыздау болады. Жұмсақтау қылам десеңіздер, сәл азайтып жасауға болады. Ұнымызды шетінен салып отырып араластыратын боламыз. Қолымызбен, міндетті түрде қолымызбен жұмыс жасаймыз. Міне бізде осындай тесто шықты. Енді 2,5-3 сағатқа қойып қоямыз. Тығыздығы осындай болады. Міне көтерілді біздің тестамыз. Бір басамызда осы үлкен бөлікті алып жайып алатын боламыз ұнның көмегімен. Жайылған қамырымызды домалақтармен тесіп шығамыз. Үйдегі бар заттармен домалақтасаңыздар болады. Міне осындай қалыңдықта болу қажет. Осылай екіге бүктейтін боламыз. Тағы да 15-20 минутқа қоямыз көтерілгенше. Енді ішіне салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Ішіне салатын начинкасы сүт, қант, жұмыртқа және ұн саламыз. Сөйтіп жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін жай отқа қойып, осындай қою масса шыққанша араластырып тұрамыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді үстіне бөлме температурасындағы майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді піскен лакомкаларымызға ортасына кремін жағатын боламыз. Міне ортасы оңай ашылады осылай. Өте жұмсақ. Енді орталарын ашып, начинкасын салып, осылай арасын тығыздап жібереміз. Шет-шетіне осылай жағып, орехқа аунататын боламыз. Міне біздің лакомкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Бұрынғы кездерде мектептерде жейтін едік. Өте тамаша болатын. Сондықтан лакомканы үйде жасап жеулеріңізге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Міне арасы осындай, кремі осылай көрініп тұрады. Өте жұмсақ болып шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Айдана.